Баршаңызға сәлем. Қазіргі таңда әлем халқының басым көпшілігі төтенше жағдай уақытын бастан өткеруде. Әлемнің 6 құрлығындағы барша мемлекеттегі басты тақырып жер бетіне ерекше жылдамдықпен таралып жатқан коронавирус пандемиясы болып отыр. Жаңа вирустан алғашқы болып зардап шеккен жандар қараша айының ортасынан бастап пайда болғанына қарамастан, коронавирусқа әлемдік бақ өкілдері 2020 жылдың алғашқы күндерінде ғана назар аудара бастады. Дегенмен де, коронавирус індетінің тарихы одан ерте уақыттарда бастау алған. Алғашқы рет бұл дертке шалдыққан адам 1965 жылы анықталса да, 2002 жылға дейін вирустың бұл түрі өзіне ерекше назар аударта қоймаған. 2002 жылы Қытай аумағында коронавирустың алғашқы жаппай таралуы байқалады. Ол уақытта 8 мыңнан астам адам коронавирус инфекциясымен тіркелген болатын. Коронавирус араға 9 жыл салып, 2012 жылы таяу шығыс аймағында бас көтереді. Екінші ретте де бұл дерт уақытында тоқтатылып, әлемге айтарлықтай шығын келтірмейді. Алайда, 8 жыл өткен соң аталған вирустың 3-ші толқыны соңғы 100 жылда әлем көрмеген пандемияға айналып, адам іс-әрекетінің көптеген аспектілерін тоқтатып тастады деп айтуға болады. Барлығымызды алаңдатып отырған бұл дерт қаншалықты қауіпті? Коронавирусты таратудың алдын алу мақсатында қолға алынған іс-шаралар жеткілікті ме? Әлде керісінше бұл дертке шектен тыс назар аударып отырған жоқпыз ба? Қолданыстағы шектеулердің шынайы қажеттілігі бар ма? Әлде біреулер айтпақшы, бұл вирустың қауіптілігі қарапайым тұмаудан да төмен бе? Күн сайын қатерлі бола түскен бұл вирус осыған ұқсас көптеген сұрақтар туындатады. 2019 жылы Қытайдың Ухань қаласындағы теңіз өнімдерін өндірумен айналысатын базардан бастау алған бұл вирус небәрі 3 айдың көлемінде екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемге ең ауыр экономикалық зардап алып келген факторға айналып отыр. Қаңтар айының ортасында Қытайдан да басқа елдерге тарап бастаған бұл вирус небәрі 2 аптаның ішінде әлемнің барлық аймағынан бой көрсете бастады. 2020 жылдың 11 наурызында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жаңа вирустың тарау көлемін әлемдік пандемия деп жариялап, дүниежүзілік төтенше жағдай енгізді. Қазақстан алғашқы мемлекеттердің бірі болып, сақтық шараларын енгізгеніне қарамастан, ағымдағы жылдың 13 наурызы күні Германия мен Италиядан келген 2 қазақстандықтың ағзасында коронавирус табылды. 15 наурыз күні тәуелсіз Қазақстанның тарихында тұңғыш рет төтенше жағдай жарияланды. Төтенше жағдаймен қоса, Қазақстанның басым көпшілігінде карантин режимі енгізіліп, адамдар мен көлік қатынасы шектетілді. Карантин аурудың таралуына кедергі болып, даму қарқынын тежейтін жалғыз нәтижелі құрал болып табылады. Осы себепті де қазіргі таңда көптеген мемлекеттерде карантиндік іс-шаралар қолға алынуда. Жақын уақытта өтуі тиіс барлық мәдени, спорттық, ойын-сауық іс-шараларын кейінге шегеру, адамдардың шоғырлануы мен саяхаттауына тыйым салу, жұмыс уақыты мен қала ішіндегі объектілерді қысқарту барлық жерде жүзеге асуда. Аталған әрекеттердің мақсаты айқын, мәні де түсінікті. Қытайдың тәжірибесі жоғарыдағы шаралардың вируспен күрес жолында жоғары нәтиже беретінін де көрсетіп берді. Алайда, аталған шаралар халық арасында үрей туындатып, адамдардың көңіліне қорқыныш ұялатып жатқаны да рас. Дағдарыстық уақыт пен төтенше жағдайдың адам психологиясына кері әсер ететіні ертеден белгілі. Үрейді көбіміз қорқыныш деп түсіндіреміз. Шын мәнінде үрей адамның ерекше көңіл-күйін білдіретін ұғым. Ал қорқу белгілі бір сәттерде болатын үрейдің бір көрінісі ғана. Үрей дерт емес, бірақ үрей мен дерттің арасында тығыз байланыс бар. Екеуі де адам үшін азап. Айырмасы дерт
дене азабы болса, үрей жан азабы. Бойын үрей, қорқыныш билеген адамның сезімі де, санасы да сау болмай жан азабын кешеді. Яғни, дене азабынан арылу үшін жасалған әрекеттер адамға жан азабына келуі мүмкін. Қазіргі таңда үрей туғызатын жайлар көп. Оны көбіне үрейден гөрі уайым дейміз. Бойын үрей билеген адам еркін, ерікті бола алмайды. Ондай адам кез келгеннен сезіктеніп, жалтақ, жасқаншақ кейіпке түседі. Аяғын аңдап басып, бұның арты немен тынар екен деп, әліптің артын бағып, біреуге жақпай қалармын деп, айтатынын айта алмай, одан да атам қазақ айтқандай, тек жүрейін, тек жүрсем, тоқ жүремін деп, әлеуметтік мәнді мәселелерге араласпай, одан іргесін аулақ салады. Аталған вирусты жоққа шығарып, сақтық шараларына бейқам қарап, айналасына қатер төндіріп жүрген ақылдылар да, қоршаған ортасына суыт хабарды бірінші жеткізіп, айлық азық түлігін бір күнде сатып алып, ақыретке дайындалып жатқан жандар да нағыз үрей дертіне ұшырағандар. Олар соңғы уақытта көбеймесе азайған жоқ. Бойын үрей жайлағандар әсіресе үлкендер ішінде көп. Қазіргі кезде барлық бақ бетінен айтылатын жаңалықтардың, туыс, таныс арасында айтылатын әңгіменің, еститін ақпарат пен ойлайтын ойдың басым көпшілігі әлемдік вирус туралы екендігі көпшілікті қажытып барады. Үрей, қорқыныш туралы айтқанда көбіне біз жеке адамға ғана қатысты айтамыз. Алайда үрей, қорқыныш қоғамдық деңгейге жеткенде өмір мәніне өзгеріс әкеледі. Оны шарасыз етеді. Бір адамның емес, бүкіл халықтың санасын, оның ойлау жүйесін әлеуметтік дертке шалдықтырады. Көне қазақтың біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы дейтіні осы тұс. Елдік сана деңгейіне көтерілмегендер өздерінің конформизмдерімен көп жағдайларда қоғам үшін қиыншылықтар туғызады. Олар кім айтса соған сеніп, көп айтса көніп жүретіндер. Олардың осы деңгейлерін кей жағдайларда қоғам ішіндегі деструктивті күштер пайдаланып кетулері әбден мүмкін. Осы тұста сабырлық танытып, тыныштық сақтау аса маңызды. Ойлап қарасаңыз, сабырлық таныту оңай сияқты. Алайда, эмоциялардың кесірі болар, адам сабырлықты ойынан шығарып жібереді. Қандай жағдай болмасын, сабырлық таныту аса қажет. Осыны біле тұра, болмайтын нәрселерге айқай-шу шығарып жүрген қаншама адамдарды көріп жүрміз. Ашуға бой алдыруға мүлдем болмайды. Сабыр адам бойындағы асыл қасиет. Ол адамның ұстамдылығын, инабаттылығын, қаншалықты тәрбие көргенін көрсетеді. Сабырлылық, ар, ұждан, ынсап негізінен құралған. Осы қасиеттер адам бойында болса, онда ол адам өзін-өзі сыйлайтын адам. Ол адам жанындағы адамдарды сыйлайтын азамат. Сабырлылық өз ісінің дұрыстығын сенімді, ниеті түзу, тағдырын бір Құдайдан екендігіне сенетін, әрбір қиындыққа сынақ ретінде қарайтын адамға тән қасиет. Ал немқұрайлылық пен шыдамсыздық сабырлыққа қарама-қарсы қасиеттер болып табылады. Кейбір келеңсіз оқиғаларда адам өзін-өзі ұстап, сабырлық танытып, саналы шешім қабылдауы керек. Бұл да адамның асыл қасиетінің көрсеткіші. Ата-анасының тәрбиесінен, ақылдылығынан туындайды. Сыйлы адам болам десеңіз, сабырлы болыңыз, кішіпейіл болыңыз, адамгершілік және мейірімділік қасиеттерін бойыңызға сіңіріңіз. Халық арасында сабырлыққа байланысты айтылатын нақыл сөздер көп.
Соның бірі сабыр түбі сары алтын. Өте орынды айтылған сөз. Бұл қасиетті адам өз бойына қалыптастырса, көп жағдайда жетістікке жетеді. Өз бойымыздан осы қасиетті іздейік, оны жетілдірейік. Сабырлы адам ұлы күштің иесі.